Пісіргеннен кейін қалып кеткен брокколиларыңызды тастауға асықпаңыз. Оның орнына дәл осы видеоны соңына дейін көріңіз. Осындай брокколидан қантсыз, глютенсіз вариантта өте пайдалы балаларыңызға вафли дайындайтын боламыз. Менің парақшама тіркеліп кетіңіз. Менің парақшамда қантсыз, глютенсіз тегін рецепттер бар, және де пайдалы ақпараттар бар. Дәл осы видеоны таныстарыңызға, жақындарыңызға, құрбыларыңызға жіберіп қоюды ұмытпаңыз. Олар да пайдалы вафли жасауды үйреніп алсын. Блендерге брокколи, 2 жұмыртқа және сүтімізді құйып, барлығын жақсылап блендерлеп алатын боламыз. Дәл видеодағыдай консистенция шығуы қажет. Жақсылап блендерлегеннен соң массамызды басқа ыдысқа құйып алатын боламыз. Үстінен стевиямызды қосамыз. Мен өзім 4 өлшем қасық қостым, өзінің меріне ложкасы бар. Мен қолданатын стевия ең құрамы таза, және де құрамында артық сукралоза, фруктоза сияқты заттары жоқ, яғни қандағы қант деңгейін көтермейді. Жарты шай қасық содамызды қосамыз. Сода безглютен және веганский сода қолдандым. Келесі кезекте дәл осындай Garnitzтің универсал ұнын қолдандым. Жақсылап барлығын араластырамыз және де қызып тұрған вафельницамызға пісіріп аламыз. Жалпы сіз осындай бір күн тұрып қалған брокколиді тастайсыз ба, әлде мен сияқты қолданып пісіріп бересіз бе балдарыңызға? Өз ойыңызды комментарияға жаза кетіңіз, және де дәл осы видеоны өзіңізге сақтап алыңыз, сол кезде жоғалтып алмайсыз. Мендегі брокколилар осындай болып шықты. Баршаңызға ас болсын!